Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай пицца рецебтін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен иректен өткізілген ұнға жылы су, қант, тұз, ашытқы, сұйық май салып жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді қамырымызды целлофанға салып жарты сағат жылы жерге қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырды теңдей екі бөлшекке бөліп аламыз. Бөлшектерді сұйық маймен майлап, арасы жабыспас үшін қасық салып, бетіне целлофан жауып, тағы да жарты сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Осы уақытта шұжығымызды турап, ірімшікті үкіштен өткізіп аламыз. Көтерілген қамырымызды жайып аламыз. Пергамент қағазына орналастырып, видеодағыдай шетін басып аламыз. Соус ретінде мен лечо кетчупын пайдаландым. Үстінен ірімшікті, кейін шұжықтарымызды салып аламыз. градус қызып тұрған духовкамызда 7 минуттай пісіріп аламыз. Пепперони пиццамыз дайын. Сіздерге ас болсын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп өтіңіз.